Менің бір ғана әйелім бар, көп әйел алуға шамам жетпеді. Африкада қазақтағы сияқты қалың мал бар. Оны дот деп атайды. Менің әйелім үйге келгенде бірден сүйгізбейді, қол аяғыңды жу дейді. Мысалы, бір аптаның 3 күнінде кереленмен ұйықтасам, қалған 4 түнін квинтермен өткізем. Бай кісі, өте бай кісі. Бірақ ғимарат әйеліне тиесілі, әйелі одан да бай кісі негізі. Келіншектерім қызғанады. Сонда айтам, бүгін ешкіммен жатпаймын, жалғыз ұйықтаймын деп. Таңертең оны бір рет көрсем бол, тамаша болып қалам. Біз енді ешкімді сынамаймыз. Ассалаумағалейкум достар. Міне менің қасымда Осман. Ол Яундеде осы дүниеге келген. Біз бүгін нағыз Яундені аралаймыз. Міне мотоциклді алдық, ішіне жанармайды толтырдық. Маған айтып жатыр, мына сөмкені алды қарай орап ал, және фотоаппарат өз заттарыңа ие бол дейді. Камерун еркектер үшін ең рахат ел. Мұндағы әр еркек 4 әйел алуға заңды түрде құқылы. Бірақ ажырасып кетсе бір тиын алимент төлемейді. Мысалы, бізде отан ана ғой, оларда отан әке. Еркектер шашын лақтап, әдемі киім киіп жүрсе, әйелдер бастарына ауыр жүкті артып, белдеріне баласын байлап, жұмыс істеп жүре береді. Сосын байлық қызға емес, ұлға мұра болып қалады. Қыз 15 жасқа толса болды, тұрмысқа шыға береді. Мысалы, мен қонақ болған Мария апайдың 18 жастағы қызы тұрмысқа шығып, бала тауып үлгерген ғой. Мұнда адюльтер деген түсінік бар. Біздің тілмен айтқанда көзге шөп салу. Егер әйел басқа еркекпен жүріп қойса, 2 жылға дейін түрмеге отырғызылады. Ал еркек басқа әйелімен жатса, ол қылмыс болып саналмайды. Тек көңілдесін өз үйіне әкелмесе болды. Бұл Камерун таң қалдырудан жалықпайды. Неке сарайына барған кезде, жаңағы мемлекет тарапынан келген адам, ол кісі сұрайды мысалға ер адамнан, сіз жаңағы полигамия дейді ғой, көп әйел алуды, соны тұтынасыз ба дейді. Ол иә дейді. Сосын әйеліне рұқсат дейді. Әйелі, егер сіздің еріңіз полигамия, яғни көп әйел алатын болса, оған рұқсатыңызды бересіз ба дейді. Әйел де жауап береді, яғни иә дейді, жоқ дейді. Жоқ десе жоқ дейді, яғни полигамия ол кісіге болмайды, яғни көп әйел болмайды. Ал иә десе, ол кісі көп әйел ала береді. Ол ресми түрде, ал былай бейресми түрде де қанша адам үйленіп көп әйел алып жүргендер бар. Яғни біз енді ешкімді сынамаймыз. Камерун халқының басым бөлігі христиан дінін ұстанады. Егер шіркеуге кірсеңіз, Иса пайғамбардың түсі қара екенін көресіз. Олардың сөзінше христиан діні Африкадан басталған. Тіпті оны дарға асқан да қара нәсілділер екен. Жалпы мұндағы халықтың мәдениеті мүлдем бөлек. Ата-анасын ұмытып кетпес үшін оларды есік алдына жерлейтінін өткенде сіздерге айттым ғой. Дәстүрлі христиан діні деген осы. Менің бір ғана әйелім бар, көп әйел алуға шамам жетпеді. Барлығымыз осындай банан дәнегін егеміз, кейін сәл өскен соң сатамыз. Бала шағамен бірге жұмыс істеймін, кішкентайымызға 6 ай болды. Әне отыр. Айына жалпы 150 мың теңгедей түседі. Баланың көптігі осындайда жақсы. Әр қайсысы көмектеседі. Біздің әйелдеріміз көп ақша сұрамайды ғой. Менің міндетім оларға азық табу. Бізде мектеп ақылы 70 мың теңгеден басталады. Біздің айлыққа қай балаңды оқытасың? Сендерге рахат, қыдырып жүрсіңдер. Африкада қазақтағы сияқты қалың мал бар. Оны дот деп атайды. Қыздың әдемілігіне, жасына, тегіне байланысты құны 5 сиырдан 30 сиырға дейін кете береді. Ал ақшасы жоқ еркектерше, олар қалай үйленеді? Қызбен жеке келісім жасайды. Маған тұрмысқа шық, мен сенің өміріңді бал қылам, тамақты өзім пісірем, кірді де өзім жуам деп келісімін алады. Сол себепті Африкада кір жуып, тамақ пісіріп жатқан еркектерді көп кездестіруге болады. Африкада кір жуу еркектердің ісі. Нағыз еркектер үй шаруашылығына араласуы керек.
Бүкіл шаруаны келіншектерімізге артып қоймаймыз. Керек болса, тамақты да пісіреміз. Киімдерді сабындап мына ағашқа ұрамыз. Осы кезде бүкіл кірі кетеді. Кейін көгалға жайып қоямыз. Камерунда сен базарға бармайсың, базар саған келеді. Мен мұсылманмын, бұйырса 4 әйел алам. Менің бәйбішем оған қарсы емес. Ауылда көп нәрсе ақшаға байланысты емес. Әкемнің сиырлары бар, соны бағамыз. Сүтін ішіп, етін жейміз. Ақшадан қиналмаймыз деп ойлаймын. Мен басқалар сияқты әйелімнен жасырып, оның көзіне шөп салмаймын. Олар қорқақтар ғой. Мен тоқал алам болды. Әйелдер таза болу керек. Менің әйелім үйге келгенде бірден сүйгізбейді. Қол аяғыңды жу дейді. Егер әйел таза болса, басқаға көңілің аумайды ғой. Мұнда қыздар не үшін екінші, үшінші, төртінші әйел болуға келіседі. Біріншіден, Камерунда кедейшілік белең алған. Мұнда әр 10 адамның 3-і күніне 1180 теңгеден төмен ақша табады. Егер бұл елдегі супермаркетке кіріп көрсеңіз, мұның қаншалықты аз екенін білесіз. Бағалар өте қымбат. Бір торттың өзі мысалы 15 000 теңге деп тұрды. Ал бұл жақтағы орташа айлықта сіздерге айтайын 80-90 000 теңге. Сонда сен бір айлығыңа 5-6 торт қана аласың да. бір ай жұмыс істейсің, сен соған 5-6 торт қана келеді. Сол себепті қыздар әйтеуір аш қалмас үшін тоқалдыққа келісе береді. Сосын бізде отырып қалған қыз деген түсінік бар ғой. Мұнда да тура сондай. Тұрмыс құрмағандардың, бала таппағандардың қоғамдағы орны төмен. Мысалы, Дэвид мырзаның жасы 46-да, 6 баласы, 2 әйелі бар. Менің 2 әйелім бар. Керолин жасы 33-те. Куинтер жасы 23-те. Барлығымыз бір үйде тұрамыз. Мен сырттан мүлдем тамақтанбаймын. Әйелдерімнің тамағын жеймін. Мысалы, бір аптаның 3 күнінде Керолинмен ұйықтасам, қалған 4 түнін Куинтермен өткізем. Арасында түсінбестік болып қалады. Келіншектерім қызғанады. Сонда айтам, бүгін ешкіммен жатпаймын, жалғыз ұйықтаймын деп. Олар қоя қояды. Мен бақыттымын, қайта менің күйеуім бар ғой, балаларым бар. Дэвид тоқалымен ұйықтағанда мен қызғанбаймын. Таңертең оны бір рет көрсем бол, тамаша болып қалам. Бір күні ол маған екінші әйелім болшы деді. Мен айттым, мұнда тұрған ештеңе жоқ, келісемін деп. Алғаш рет осы үйге келгенде Дэвидтің бәйбішесі мені жылы шыраймен күтіп алды. Мен әйелдерімді, бала шағамды толық қамтамасыз етем. Олар не ішем, не кием демейді. Еркектің міндеті осы емес пе? Жалаушыларым, шығарылым қызық болып жатыр деген ойдамын. Сіздерге бір өте пайдалы лайфхак айтайын. МРТ, спорт, денсаулық, саяхат, массаж, бассейн барлығы енді бір ғана қосымшада, және бағасы өте арзан. Мысалы, сіз былайнан барсаңыз, сізге сәл қымбат болуы мүмкін, ал мына жерде қосымшаны жүктеп, осы жерден тапсырыс берсеңіз, жеңілдік қарастырылған ғой. Пайдаланыңыз. Чоко деп аталады, сілтемені төменге қалдырдым. Ары қарай көрейік. Бізде де жерге төсеп, осылай дастархан жаяды ғой, тура сондай. Мұхаммедтің жасы менен кіші екен. Біздің келін болады ғой енді. Келініміз дастархан басында болмайды. Өйткені екеуміз ғана болсақ, онда бірге шай іше береміз, ал қонақтар келсе, онда басқа жақта тұрып тұрады деген сияқты. Мұхаммед бауырымыздың өзі бізге шай құйып беріп жатыр. Бұл тауық етімен және сиыр еті араласқан екен.
Өте қышқыл екен. Мына күріштің дәмі біздікінен сәл ерекшелеу, бір-біріне жабысқан түрінде болады екен. Мен ұялып тұрмын, сөйлемей-ақ қояйыншы. Қазір Африка елдері әйелдердің құқығын қорғайтын заң шығарып жатқанымен, ол толық орындалмайды. Өйткені ресми заңнан бөлек дәстүрлі заң бар. Ал білесіздер, дәстүрдің озығы да, тозығы да болады. Әркім жасырады өзінің байлығын. Яғни байлар өте көп. Бұл зданияның біздегі иесі, бай кісі, өте бай кісі. Бірақ ғимарат әйеліне тиесілі, әйелі одан да бай кісі негізі. Мен сіздерге бір қызық оқиға айтайын. Камеронға кіргенде әуежай қызметкері менен $50 алып қалды. Кейін ол адам жоқ болып кетті. Содан соң сенің визаң жоқ деп тағы әңгіме айтты. Эболаға қарсы вакцина салады ғой, оны да салған жоқ. Тіпті шекарадан құжатыма мөр баспай өткізе салды. Сөйтсе Камеронға кіру оңай, шығу қиын екен ғой. Кейін сол жақта тұратын Танат бауырымызға осы жағдайды айттым, шекара бекетіне тағы барып, әлгі қызметкерлерге түсіндіріп, вакцина салғызды. Кейін визамды паспортыма жабыстырып берді. Егер Танат мырза болмаса, далада қалады екен ғой. Камерондағы қазақтар өз үйлеріне 8 күн қондырды. Шын жүректен алғыс айтамын. Бұл жақта жемқорлық қатты белең алып тұр. Сол себепті шығар елдің осылай дамымай, халқының кедейшілікте өмір сүріп жатқаны. Қазақ қыздың орны төрде деп, оны ана деп бағалайды ғой. Осындайды көргенде, қазағымның көрегенділігіне тамсанып қалады екенсің. Бұл туралы өз пікіріңізді төмендегі пікір бөліміне жазыңыз. Сіздермен болған жалғыз жолаушы, жақсылықта көріскенше.